Бірнеше ай алдын еркек орманнан айқайдың дауысын естиді. Ол жан дауысы шыққан бағытқа қарай барады. Жақындап бара жатқанда шашылып жатқан сөмкені көреді. Ойланбастан сөмкені қолына алып, ішінен қолы байланған мысықты шығарып алады. Мысық сөмкенің ішінде тұншығып, өлім аузында жатыр екен. Сөмкеден ала салысымен дірілдей бастайды. Мысықтың тыныс алуы қиын екенін түсініп, дереу мал дәрігеріне апарады. Дәрігер оған тексеріс жүргізіп, ем тағайындайды. Тамшы курсынан кейін мысықтың жағдайы ақырындап жөнге келе бастады. Мысықтың қатты қарны ашып қалыпты, тіпті бәрін жеуге дайын. Бірақ әзірге көп тамақтануға болмайды. Сондықтан аз-аздан беруде. Мысықтың күн өткен сайын жағдайы жақсара түсті. Толық емделуден кейін мысықты өзіне орманда тауып алған еркек алды. Ал мысықты орманға қапта тастап кеткен адамдарға келетін болсақ, бұны істеген адамдарды ешкім білмейді. Бірақ олар осындай жауыздықтан кейін қалай аяқ басып жүр екен? Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған оқиғалар